Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bugün Orazа ayının 20'si bolатын bolsa, bugün ağız açqandan keyin soңғы 10 tünlerden birinci tünü bastalgan boladı. Soңғы 10 tünler Orazа ayının және жыл 12 ayının en hayırlı, en жақсы, en абзал түндері. Бұл түндерде басқа түндерге қарағанда сауабы артық болады, еселенеді. Өйткені бұл соңғы түндердің ішінде қадір түні бар. Қадір түні 1000 айдан да хайырлы деп айтылған Құранда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы соңғы 10 түндерде басқа түндерге қарағанда құлшылықтарын арттыра деген. Түніменен ұйықтамай құлшылықпен өткізе деген. Бала шағаларын ояндыра деген құлшылықпен өткізу үшін. Одан кейін о кісі соңғы 10 түндерде i'tikaf жасай деген. I'tikaf яғни соңғы 10 түндер күндері мен мешіттен шықпай құлшылықпен өткізе деген. I'tikaf қылам дегендер осы бүгін күн батпай мешітке кіру керек. I'tikaf соңғы 10 түннің бәрі, соңғы 10 күндерді, түндерді толығымен i'tikaf жасалай алмаймын дегендерге бір кеңес берем. Ақшам күн батқаннан кейін, ауыз ашқаннан кейін мешітке барасыз. Намаз, құптан намазды, тәрауихті оқисыз. Сөйтіп таң намазға дейін мешіттен шықпай құлшылықпен өткізіп, таң намазды оқып, жұмысыңыз болса, жұмысыңызға бара бересіз. Немесе үйге барам десеңіз, тірлігіңіз болса, тірлігіңізді өткізе бересіз. Сөйтіп келесі түнде солай істейсіз. Яғни түн сайын, түн бойы i'tikaf жасап, таң намаздан кейін шығып, басқа тірліктеріңіз істесеңіз де болады. Яғни толығымен істей алмайым дегендерге осындай кеңес берем. Қысқаша айтатын болсақ, соңғы 10 түндерді басқа түндерге қарағанда құлшылықтарымызды арттыруымыз керек. Құранмен бола ма, зікірмен бола ма, намазмен бола ма, садақамен бола ма, қандай да бір құлшылық болса, соңғы 10 түндерді бөлекше, ерекше мен өткізу керек екен. Ғалимдердің осындай айтқан сөздері бар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұраған. Қадір түнін қай түн болғанын білсем не айтайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни деп айт деген. Мағынасы: о Алла, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіре көр. Осы дуаны соңғы 10 түндерде көп айтайық.